Мен үшін әлемнің ең үздік университеттерінің бірінде және сіздердің бітіру кештеріңізде болу үлкен мәртебе. Шынымды айтсам, мен өзім оқуды аяқтамағанмын. Және қазіргідей оқу аяқтауына жақын болмадым. Бүгін мен сіздерге өмірімнен 3 әңгіме айтып беремін. Тек 3 әңгіме. Бірінші әңгіме нүктелердің қосылуы жайлы. Мен Рид колледжіне түскеннен соң 6 айдан кейін оқудан шығып кеттім. Бірақ колледж тастағанша 18 ай бойы дәрістерге қатысып жүрдім. Сонымен, неге мен оқуды тастап кеттім? Бұл оқиға мен туғаннан бұрын басталды. Менің биологиялық анам күйеуге шықпаған жас аспирант еді. Сондықтан ол мені басқа адамдарға асырауға бермекші болды. Ол мені жоғары білімі бар адамдар асырап алған қалады. Сол үшін бір заңгер мен әйелім мені алмақшы болған. Бірақ мен дүниеге келер алдында олар ол емес қыз қалайтын болып менен бас тартты. Кейін түн ортасында мені асырап алған ата-анама бізде күтпеген нәресте бар, оны қалайсыздар ма дегенде, олар әрине деп жауап берді. Сосын мен биологиялық анам асырап алған анамның колледж аяқтамаған, ал әкем мектепте аяқтамаған біліп қойды. Сол үшін құжаттарға қол қоюдан бас тартты. Тек бірнеше ай өткен соң ата-анамның мені колледжге түсіретіндігі туралы уәдеден кейін ол келіскен болатын. Бұл менің өмірімнің бастамасы еді. 17 жылдан кейін мен колледжге түстім. Мен Стэнфорд секілді қымбатқа түсетін колледжге таңдадым. Ал менің ата-анамның ақшалары осы оқуды төлеуге жұмсалды. 6 ай өткен соң мен ары қарай оқудың мәнін көрмедім. Мен өмірімде не істеу керек екендігін және колледждің маған қандай көмек беретінін білмедім. Әрі ата-анам өмір бойы жинаған қаражатын осыған жұмсайтынмын. Сондықтан мен бәрі жақсы болады деген үмітпен колледжді тастадым. Басында бұл оқиға мен үшін қорқынышты болды. Бірақ қазір сол кезде есіме алсам, бұл менің өмірімдегі ең дұрыс шешімдердің бірі болғанына көзім жетеді. Оқуды тастағаннан кейін мен өзімді қызықтырмайтын сабақтардан бас тарттым. Жаныма жақын дүниелермен айналыса алатынымды түсіндім. Әрине, барлығы мен ойлағандай зың болмады. Мен жатақханада бөлмем жоқ еді, сондықтан достарының бөлмелерінің еденінде ұйықтайтынмын. Тамақ сатып алу үшін 5 цент тұратын кока-кола бөтелкелерін жинап өткізетінмін. Әр жексенбі сайын 7 шақырымдық қаланың сыртында жүріп, Кришна храмына тамақтанатынмын. Олардың тағамдары расында дәмді болатын. Сол кезде мен өзімнің ішкі дүниеме және интуицияма сеніп, үйренген дүниелерім кейін баға жетпес дүниеге айналды. Осы бойынша бір мысал келтірейін. Сол кезде Рид колледжінде ең үздік каллиграфия сабақтары өткізілетін. Кампус ішіндегі әрбір плакат, әрбір жәшіктегі зат белгі әдемі жазылған еді. Мен оқудан шығып кеткен соң арнайы каллиграфия сабағына жазылып, жазу шеберлігін үйренемін деп шештім. Мен гарнитуралардың әртүрлі әріп комбинациялар арасындағы кеңістік көлемін өзгерту туралы, полиграфияның керемет ететін нәрселерді үйрендім. Бұл пәнді ғылыми жолмен түсіну мүмкін емес еді. Мен бұл сабақтың мен үшін өмірімде пайдаға асады деп ойламадым. Бірақ 10 жылдан кейін біз алғашқы Макинтошты жасап отырғанда, бұл білімім маған көмектесті. Мак алғашқы әдемі полиграфиясы бар компьютерге айналды. Егер мен колледжде бұл курсқа жазылмасам, ешқашан пропорционалды қаріп болмайтын еді. Ал Windows Mac'тың жай ғана көшірмесі болғандықтан, ешқандай дербес компьютерде бұл дизайн болмас еді. Егер мен ешқашан оқудан шықпаған болсам, онда мен ешқашан осы каллиграфия курсына түсе алмас едім. Ал жеке компьютерлерде қазіргідей керемет полиграфияны болмауы мүмкін еді. Әлбетте, мен колледжде болған кезде барлық нүктелердің басын қосу мүмкін болмады. Бірақ 10 жыл өте келе бұл іске асты. Сонымен, сіздер нүктелерді тек қана алдыға қарап қоса алмайсыздар. Сіз оларды өткенге қарап қоса аласыздар. Осылайша, сіздің нүктелеріңіз болашақта ғана қосылатынына сенуге болады. Сізге бір нәрсеге сену керек. Мінезіңізге, тағдырға, өмірге, кармаға бәрібір. Бұл тәсіл маған ешқашан кедергі жасамады, және бұл менің өмірімді өзгертуге мүмкіндік берді.
Менің екінші әңгімем сүйіспеншілік пен жоғалту туралы. Менің жолым болды, себебі мен жақсы көретін ісімді ерте таптым. Оз екеуміз ата-анамның гаражында Apple қалаған кезде мен 20 ғана жаста едім. Біз бар ынтамен жұмыс істедік. 10 жылдың ішінде гараждағы кәсіпкерлерден 40 мыңнан астам қызметкері бар, құны 2 миллиард ақш доллар тұратын Apple компаниясына айналдық. Осыған дейін бір жыл бұрын біздің ең керемет туындымыз Macintosh'ты шығарып, мен 30-ға толдым. Осы сәтте мені жұмыстан шығарып жіберді. Өзіңіз негізін қалаған компаниядан қалайша сізді тастау мүмкін дейсіз бе? Apple өсіп келе жатты. Менімен бірге компанияны басқаруға менің ойымша талантты деп санайтын адамды жалдадық. Алғашқы жылдары барлығы жақсы болатын. Бірақ компания болашағы туралы ой пікірлеріміз сәйкес келмей, бір сәтте қатты ұрысқан болатынбыз. Директорлар кеңесі сол кісінің жағын қабылдаған еді. Міне, осылайша мен 30 жасында жұмыстан шығып, үлкен шумен қуып жіберді. Бүкіл өмірімнің басты мақсаты болды, және ол қирады. Мен бірнеше ай бойы не істейтінімді білмедім. Мен аға буындардың үмітін ақтамаған секілді болдым. Олар маған эстафета таяқшасын беріп келе жатқанда, мен оны түсіріп алдым. Мен Дэвид Паккард, мен Боб Нойспен кездесіп, барлығын құртқаным үшін кешірім сұрауға тырыстым. Мен халықтың көзінше сәтсіздікке ұшырадым. Тіпті ел көзінен қашып кету деген ой болды. Бірақ бірте-бірте маған бір нәрсе ашыла бастады. Мен әлі де өзімнің жұмысымды жақсы көретінім. Apple-дегі оқиғалар менің ішімдегі сезімдерді өзгерткен жоқ. Мені қабылдамады, бірақ мен өз ісімді әлі де сүйдім. Соңына мен барлығын қайтадан бастаймын деп шештім. Мен сол кездегі жағдайды түсінбедім, бірақ Apple-дан кету өмірімдегі ең керемет оқиға еді. Табысқа жетудің ауырлығы жаңадан бастаушы болудың жеңілдігімен алмасты. Бұл менің өмірімнің шығармашылық кезеңдерінің бірі атануына себеп болды. Келесі 5 жылдықта мен Next және Pixar компанияларын құрдым және таңғажайып әйелге ғашық болып, кейін оған үйлендім. Pixar әлемдегі Toy Story компьютерлік анимациялық фильм шығарды. Әрі әлемдегі ең мықты анимациялық студияға айналды. Оқиғалардың сәті түсуіне сәйкес, Apple компаниясы Next сатып алды. Яғни мен Apple-ге қайтып келдім. Біз Next-те ойлап тапқан технология Apple-дың қазіргі жаңғыруы болып табылады. Ал Варен екеуміз бақытты отбасы құрдық. Мен Apple-дан жұмыстан шығарылмасам, бұның ешқайсысы болмас екендігіне сенемін. Дәрінің дәмі ашты болды, бірақ науқасқа керегі осы еді. Кейде өмір сіздің басыңызда кірпішпен ұрады. Сенімді жоғалтпаңыз. Мені қуатпаған жалғыз нәрсе менің жұмысымды жақсы көруім. Сізге де жақсы көретін нәрсені табу керек. Бұл сіздің қарым-қатынасыңызға да, жұмысыңызға да септігін тигізеді. Сіздің жұмысыңыз өміріңіздің үлкен бөлігін толтырады. Ал шын мәнінде қанағаттанған болудың жалғыз жолы керемет деп санайтын нәрсені жасау. Үлкен жұмыс жасаудың жалғыз жолы өзіңізге жасаған істі жақсы көру. Егер бұл жұмыс таппаған болсаңыз, оны іздеп тоқтамаңыз. Сезімге байланысты барлық мәселелер секілді, оны тапқан кезде сіз оны сезесіз. Және кез келген жақсы қарым-қатынас сияқты, ол жыл өткен сайын жақсырақ, мықтырақ бола береді. Сондықтан оны тапқанға дейін тоқтамаңыз, тынышталмаңыз. Менің үшінші әңгімем өлім туралы. Мен 17 жасымда бір дәйек сөзді оқыған болатынмын. Онда былайша жазылған еді: егер әрбір күнді соңғы күнім деп өмір сүрсеңіз, бір күні сіздің сөзіңіз дұрыс болып шығады. Бұл сөздер маған қатты әсер етті. Одан бері өткен 33 жылдың ішінде мен күнде айнаға қарап өзімнен, егер бүгін менің өмірімнің соңғы күні болса, мен қазір жасап жатқан ісімді істегім келеді ме деп сұрайтынмын. Бірнеше күн қатарынан жауабым жоқ болса, мен бір нәрсені өзгерту керек екендігін түсінетінмін. Бір күні өлетінімді есте сақтау, өмірдегі үлкен таңдау жасауыма көмегін тигізетін ең маңызды құрал. Өйткені бәрі дерлік, бар үміт, барлық мақтаныш, уайым қайғы немесе сәтсіздіктен қорқу, осы заттар өлім алдында өз күшін жоғалтып, тек шын мәнінде маңызды нәрселерге орын қалдырады. Сіз бір күні өлетініңізді білу, жоғалтып аламын деген қорқыныш сезімінің торынан шығудың ең тиімді жолы. Сізде дәл қазір ештеңе жоқ. Шамамен бір жыл бұрын мен рак ауруына шалдықтым. Таңертең сағат 7:30-да рентгенге бардым. Бұл менің асқазан асты безі ісігін анық көрсетті. Мен тіпті ұйқы безінің қандай екенін білмедім. Дәрігерлер маған бұл 300-ін емделмейтін қатерлі ісіктік түрі екендігін және 3-6 айдан соң артық өмір сүре алмайтынымды айтты.
Менің дәрігерім үйге барып істерін тәртіпке келтіруге кеңес берді. Бұл дәрігердің кодексінде өлімге дайындала бер дегенді білдірді. Бұл дегеніміз, балаларыңызға келесі 10 жыл айтамын деген әңгімелеріңіздің барлығын келесі 3-4 айда айту. Бұл сіздің отбасыңыз үшін мүмкіндігінше жеңілдікті қамтамасыз ету. Бұл сіздің барлығымен қоштасуыңыз. Мен бұл диагнозбен бір күн бойы өмір сүрдім. Кейінірек кешке маған биопсия жасалынды. Олар эндоскопты менің тамағыма, асқазаным арқылы ішегіме салып, ұйқы безінен иініне кіргізіп, ісіктердің бірнеше жасушасын алды. Мен наркоз астында болған едім. Алайда қасымда отырған әйелім дәрігерлердің микроскоп астында жасуша үлгілерін көргенде жылай бастағанын айтты. Себебі бұл хирургиялық операция арқылы емделетін өте сирек кездесетін панкреатикалық қатерлі ісік болды. Маған операция жасады, және қазір менімен барлығы жақсы. Бұл өліммен бетпе-бет келген ең жақын сәті еді. Және келесі бірнеше ондаған жылдарда өліммен қайта кездеспеймін деген үміттемін. Осында бастағаннан кейін өлімді маған пайдалы, бірақ тек ой құралы ретінде санаған уақытынан гөрі қазір мына сөздерімді сенімділікпен айта аламын. Ешкім өлгісі келмейді. Тіпті жұмаққа барғысы келетін адамдардың өзі де сол жаққа жету үшін өлгісі келмейді. Дегенмен өлім барлығымыздың маңайымызда жазылған. Ешкім одан қашып құтыла алмайды. Және осылай болуы тиіс шығар. Өйткені өлім өмірдің ең үздік ойлап тапқан дүниесі болып табылады. Өлім өмірді өзгерту агенті. Ол ескіні тазартып жаңа жол береді. Қазір сіз сол жаңасыз. Бірақ уақыт өте келе сіз еске айналып, қартайып, сізді де жолдан тайдыруға тура келеді. Бұл сөздерім үшін кешіріңіздер, бірақ бұл шындық. Сіздің уақытыңыз шектеулі. Сондықтан оны басқа біреудің өмірімен өмір сүруге құртпаңыз. Бөтен қағидалардың торына түспеңіз. Басқа адамның ойымен өмір сүрмеңіз. Өзгелердің шуына, өзгелердің ішкі даусыңызды басып тастауға жол бермеңіз. Ең бастысы жүрегіңіз бен интуицияның артынан еруге батылдықтың болуы. Бір қызығы, олар сенің не қалайтыныңды біледі. Қалғаны екінші орында. Мен жас кезінде бүкіл әлем каталогы деп аталатын таңғажайып басылым болды. Ол менің буынымның ғажайып кітабымның бірі болды. Оны бұл жерге жақын Менло паркте Стюарт Бранд атты жігіт өзінің поэзиялық түсінігімен шығарған. Бұл 60 жылдардың соңында дербес компьютердің шыққанға дейін болды. Сондықтан барлығы қолмен, яғни машинкамен, қайшырма және полароид камерасымен жасалынды. Бұл қағаз түріндегі уға ұқсас және ол шыққанға дейін 35 жыл бұрын шығарылған. Басылым идеалистік және тамаша құрал-жабдықтар мен үлкен түсініктерге толы болды. Стюарт және оның командасы жер бетіндегі каталог туралы бірнеше басылымдар шығарды. Одан кейін ол өз уақытын өтегенде соңғы басылымын басып шығарды. Бұл 1970 жылдардың ортасы болды және мен сіздермен қатар бас болдым. Соңғы басылымның артқы бетінде таңертеңгі жолдың фотосуреті бар еді. Қызықты оқиғаларын қалайтын адамның жолы. Суреттің астына мына сөздер айтылды. Аш бол, ессіз бол. Мен әрқашан бұны өзіме тілейтінмін. Енді сіздер университет бітіргенде мен сіздерге бұны тілеймін. Аш болыңыздар, ессіз болыңыздар. Барлықтарыңызға